Ал армысың қазақ елі. Эндемей қалғансың ба? Осымен бітті деп қойсын. Ал осымен бітті деген соң болды. Көрсетпеймін сіздерге де видеоны деп. Бүгін қандай тақырыпта бейне баян көрсетпекшімін. Бүгін айтқандай Toyota Venza 2021 кузовын сіздерге көрсетемін. Толық комплектация Limited Options дейді. Именно сол комплектациясын көрсетемін. Toyota Venza 2021 деп Тарканның өлеңін айтып кеткенсің. Ал кеттік. Ал, қазағым, бауырым, қарындасым, әпкем, көкем, жәкем дегенсің ғой. Міне, мынау Toyota Venza 2021. Бұлай қарасаңыз, дизайны тура, мынау RX бар ғой, жаңа шыққан RX. Соның кішкентай модель болып жасалған сияқты. Енді Toyota, Lexus екеуі бір не ғой, компания ғой. Lexus ол жаңағы luxury, Toyota жай ғана обычный. Бұл қазір машиналар Toyota автокөліктерін только гибрид қып шығып жатыр. Жақын 2035 жылға дейін Toyota айтқандай барлық автокөліктері олардың толық электрический болады. Түсініп отырсыздар ғой, тоқпен жүретін болады. Мынау эмблема дегеніңіз, бұл гибрид деген эмблеманы білдіреді. Білмеген адамдар болатын болса, біліп қойыңыздар. Дизайнына келетін болсақ, өте әдемі істелінген, аэродинамикасын. Енді интернеттен қарап білсеңіздер болады аэродинамикасын. Параларын қараңызшы, паралары. Кәдімгі мынау ангельский глаза деген сияқты. Және қазір Toyotаның жай ғана комплектацияларында HID, то есть галоген дейсіздер ғой. HID сондай лампалармен шығады, Бұл комплектацияда барлығы бар. То есть Toyotада қандай функциялар бар, соның барлығын осы комплектацияға кіргізілген. Енді мен сіздерге бір нені көрсетейін. Бір жаңадан қазір сіздер шокта боласыздар. Камераны алып келе бері қарай. Жаңа тосын жаңалық. Мынау дегеніңіз сейф. Түсініп отырсыздар ма? Мынау дегеніңіз, мынау сейф. Ойбай, қалай ашылады мынау? Міне. Ладно, ашпай қойыңызшы, мен білемін қалай ашылады. Мына сейф, жаңағы ішінде пистолеттеріңіз, ақшаларыңыз, алтын құжаттарыңыздың барлығы ішіне салсаңыз болады. Мына ішіндегі материалы өте керемет. Мына есіктерін қарасаңыздар, мына есікті ұстасаңыздар мысалға. Мына жақта кожа-заменитель. Материал сапасы өте керемет істелінген, маған ұнап отыр. Пластик емес бұрынғыдай. Ал орындықына келетін болсаң, ағайын, мынау подогрев жылытады. Мынау жаздың күні сіздерге мынау холодный воздух дейді, суық ауа өріп тұрады, кондиционер. Ал мына жаққа сіз ұзындай банкада бутылкаларыңыз салсаңыз болады. Егер сізде кәдімгідей кружкаларыңыз болатын болса, кішкентай ғана мынаны бүйтіп қоясыз да, үстіне кружкаларыңызды қоя саласыз. Енді ішіндегі мультимедиясына келетін болсақ, мультимедийный руль, үлкен мына жақта экран. JBL деген компаниямен бірге жұмыс жасап отыр. Бұл акустика, кәдімгідей наушник, жалпы музыка әлеміне керекті заттар шығаратын компания болып аталады. Мына жақта көрдіңіздер, алдыңғы модельдерінде болған кезде, мысалға осы алдыңғы Venza-ның моделінде, мысалға бұрайтын нәрселер болған етін да. Мына жақта көбісінде көрдіңіздер кнопка. Бұның бір үлкен минусы, сіздер мысалға мына кнопканы басасыз ғой, сол кезде мына жақта сіздің саусақтарыңыздың іздері қалып қалады. Ең үлкен минус осы деп отырмын. Мүмкін мына материалының сапасы жағы шығар. Негізінде бұлар қатты көңіл бөледі ғой сапасына. Ал машинаға отырған кезде отыратын болсаңыз, өте ыңғайлы. Бүйтіп басыңызбен іздеп жүрмейсіз да. Отырдыңыз, кнопканы бастыңыз, оталды кетті. Мына жақта EV деген, енді өткен видеода айтып өттім, тағы да айтып өтейін. EV деген только электричествомен ғана жүресіз. Мысалға Tesla дейікші, Tesla сияқты бастыңыз, онда моторыңыз өшіп қалады, только сіз электричествомен ғана жүресіз. Электричество ол тек 25 мильға дейін ғана электричествомен жүреді. 25 мильдан сіз жоғары көтерілсе, спидометріңіз 25 миль дегеніміз, ол где-то
50 километр. 50 километрден жоғары болса, сіздің моторыңыз қосылады. 50 километрге дейін сіз электрический мотормен жүре беруіңізге болады. Ал енді жалпы дизайнына келетін болсақ, міне шетінен қарасаңыз, тура RX, айнымай қалған RX. Көріп отырсыздар ма? Бұның бағасы шамамен $45,000. Қосу налогын санасаңыз, онда сіз бұл көлік сізге $50,000 айналады. Ал тағда лиз деген тема бар негізінде, ол жайлы мен болашақта айтып өтемін, келесі мүмкін видеода түсірермін. Міне көрдіңіздер, limited это самый ең жоғарғы комплектация болып аталады, limited. Бұдан жоғарғы жоқ бұда. Жалпы сіз өзінің ең базовый комплектациясын алатын болсаңыз, бұл автокөліктің олардың бағасы где-то 37-38 мыңнан басталады. Әрине сіз оның ішінде бұндай кожа болмайды, оның үшін жай ғана материал болады. Сіз кожа қолдыру үшін сіз оған біріншіден ақша тағы да төлейсіз. Гибрид болатын болса, пуш-старт ол міндетті түрде болады. Мысалға мынандай мықты колонкалар болмайды. Айталықтай, одан кейін машинаның өзінің intelligent дейді, адаптивный круиз контроль. То есть сіз келе жатсаңыз, алдыңызда машина тоқтаса, онда бұл көлігіңіз автомат түрде өзінің жылдамдығын баяулатады. Алдыңыздағы машина қайтадан қатты жүрсе, ол да қайтадан қатты жүретін болады. Одан кейін екінші тағы бір функциясын қосу үшін сіз қосымша төлеу керексіз. Ол дегеніңіз жаңағы келеткен кезде линиядан шығатын болсаңыз, сізді жүк бүйтіп жайлап сізге айтады, линиядан шығып баратсың дейді. Енді толық ұстап отырмайды, сәлі сізге тыңқ деп бүйтіп мынандай сәл-сәлі төрт қояды сізді. Түсіндіңіз ғой? Не, сиденьяларыңыз ғыж деп, ғыжылдап, деп вибрация беріп отырады. Мұны жалпы айтарлықтай осындай функциялары бар. Моторы 2.5, 4 цилиндр және гибрид, жалпы электрический. Одан кейін мынандай функцияларды, мысалға сіз қосымша, егер базовый комплектациясын алып отырсаңыз, $38,000 дейікші, мысалға. Мынау функциялар сіз қосымша қосыңыз керексіз. Қосыңыз келсе. Мысалы, мынау дегеніңіз не? Бұл дегеніңіз есіктің бәрі құлтанып тұр. Сіз мынаны басасыз. Бассаңыз, мысалға, мынаны бастыңыз, сіз багажнигіңіз жабылады, құлттанады және қалған есіктердің барлығы де құлттанып қалады. Ағайын, сіздер Toyota Avalon 2021 жаңа кузовын көрдіңіздер ма, көрген жоқсыздар ма? Егер көрмесеңіздер, видео шолу жаса дейтін болсаңыздар, онда осы видеоның астында Toyota Avalon видео шолу деп жазыңыз. Егер 10 комментарий пайда болса, онда мен оған келесі видеода міндетті түрде видео шолу жасаймын. Ал ағайын, жалпы осындай Toyota Venza жайлы қысқаша шолу жасадық. Келесі жолы мүмкін мен лиз деген бағдарлама бар. Келесі жолы осы менің жолдас досым Дмитриймен бірге түсіреміз. Егер орыс тілде осы шолуды көргіңіз келсе, сіз менің Абзал Избеков осы видео бейненің астында сілтемесі болады, сол арқылы өтіп орысша нұсқасын көрсеңіз болады. Ал сіздерге көп рахмет. Егер каналым ұнады деп ойлаймын, орнына колокольчикті басып қойыңыз, мына жақта тұрған жазылып қойыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз. Жаңадан шығып жатқан автокөлік болсын, техника болсын, ең бірінші ол бізде Америка құрама штатында пайда болады. Әрине, ол ең бірінші менің каналымда пайда болады. Сондықтан сіз менің каналымды үзбей көру үшін жазылыңыз, колокольчикті басыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз. Көп рахмет. Келесі видеода көріскенше сау саламатты болыңыздар.